Рахмет, Жибили мырза, ауыл көтеретін негізгі үш мәселе қандай? Сабыр сақтаңыздар. Ауыл көтеретін негізгі үш мәселе қандай? Уақытыңыз кетті. Рахмет. Ең алдымен тікелей ауыл халықтық демократиялық партиясы ол істің партиясы. Біз бірден тікелей үш мәселеге қатты көңіл бөлеміз. Өйткені проблема көп, бірақ та бүгінгі айтатын үш мәселе. Бірінші, ол ауылдың инфрақұрылымын жақсарту. Жаңа мен сөзімнің басында айттым. Ауылдың инфрақұрылымын жақсарту деген не ол? Ең алдымен ауылға жақсы жол салу керек. Ауылға су шығару керек. Ауылға газдандыру керек. Айқайламаймыз. Ауылға мәдени ошақтарын салу керек. Ауылға мынау қазіргі ғаламтор жүргізу, интернет жұмыс істемейді ауылдың барлығында. Осы жағдайдың барлығын ауылға, ауылдың инфрақұрылымын салып, мына жастардың бәрін ауылға қайтарудың амалын ойлау керек. Мүмкіншілік жасау керек. Бұл бірінші. Екінші, азық-түлік қауіпсіздігі туралы заң қабылдау. Осыған бастамашыл боламыз. Олай дейтініміз, көшеде сіз жол ережесін бұзсаңыз, сізде штраф жаңағы айыппұл салынады. Сіз егерде әскерден қашатын болсаңыз, сізге қайтадан жаңағы айыппұл деме болса заң жүзінде жазыласыз. Ал енді мына мемлекеттің азық-түлігі қауіпсіздігі мәселесі бірінші кезекте тұратын әңгіме. Сол мемлекеттің азық-түлігінің қауіпсіздігі туралы заңды қабылдауға біз бастамашыл топ құрамыз, егер мәжіліске өтетін болатын болсақ. Олай дейтініміз, соңғы 30 жылда ауыл шаруашылығын біз осы бүгінгі жаңағы өте бір қиын жағдайға алып келдік. Қала ауыл шаруашылығы мүшкіл. Мәселен, бірақ мәселе, соңғы 30 жылда бізде ауыл шаруашылығында тұрақтылық жоқ. Оғын 9 министр ауысты. Сонда есептеңіздер, қандай тұрақтылық болады? Сондықтан біз осы мәселенің бәрін тоқтатып, тек қана заң жүзінде жаңы жауап беретін қанша жаңа кемшіліктер жіберілді. Дұрыс емес бағдарламалар қабылданды, жоспарлар қабылданды. Соның бәрі орындалмай қалды. Оған ешкім жауап берген жоқ. Бәрі су тұратай кетіп қалды. Сондықтан ауыл осындай жағдайға сол жағдайдың арқасында мәжбүр болып келді. Уақытыңыз тәмам.